Жөтелді пиязбен емдеудің үш әдісі. Пияз керемет антисептик. Кей адамдар тұмаумен ауырғанда бактерияның көбеюін тоқтату үшін бөлмелерге пияз бен сарымсақты кесіп қояды. Себебі пияздың құрамында бактериялармен күресетін биологиялық белсенді заттар бар. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Құрметті оқырман, арнамызға жазылып, қоңырауша батырмасын басып қоюларыңызды сұраймыз. Сіздердің болмашыған әрекеттеріңіз арнамыздың дамуына үлкен үлес қосады. Тұмаудан және жөтелден тез жазылуға көмектесетін пияздан жасалатын рецептілерін ұсынамыз. Бірінші рецепт. Бір пиязды ұсақтап турап, кішкентай құтыға салыңыз. Оның үстіне 2 ас қасық қант салыңыз. Құтының қақпағын жауып, қараңғы жерге 2 сағатқа қойыңыз. Сол кезде пияздың суы шығады. Оған қант қосқандықтан пияздың ащы дәмін сәл басады. Дайын шәрбәтті жөтел кезінде ересектер күніне ас қасықпен 3 рет, ал балалар шай қасықпен 3 рет ішуі керек. Бұл шәрбәтті ұзақ сақтауға болмайды. Сондықтан бір шағын пиязды дайындап, ол таусылғаннан кейін ғана келесі шәрбәтті жасаңыз. Екінші рецепт. Жөтел кезінде ата-аналар балаларға жылы сүтке сары май салып береді. Бірақ егер жөтел ұлғайып кеткен болса, сүтке пияз қайнатып берген жөн. Ол үшін бір кесе сүтке жарты пиязды салып, 3-4 минут қайнату керек. Содан соң сүтін сүзіп алып, ішу керек. Оны ересектерге де балаларға да беруге болады. Мұндай сүтті күніне 2-3 рет ішкен дұрыс. Үшінші рецепт. Жөтелге және тұмауға қарсы тағы бір құрал – пияз суы мен бал қоспасы. Оны дайындау үшін бір пиязды ұсақтап турап, дәкеге салып суын шығарып аласыз. Бір пияздан шамамен жарты кесе немесе одан сәл аздау шырын шығады. Соған бір ас қасық немесе 2 шай қасық табиғи бал салып араластырасыз. Осы қоспаны бір шай қасықтан күніне 3 рет жеу керек. Пиязды қай уақытта қолдануға болмайды. Баланың пиязға жоғары сезімталдығы болмаған жағдайда ғана одан жасалған емдік құралдарды беруге болады. Аллергия болу қаупі жоғары болғандықтан пияз бен бал қоспасын 3 жастан төмен балаларға беру ұсынылмайды. Мұндай дәріні балаға бірінші рет бергенде аз-аздан ұсыну керек. Мысалы, бастапқыда тек қасықтың ұшымен ғана беріңіз. Бала асқазаны тітіркенбес үшін бұл дәрілерден соң міндетті түрде су ішкізіңіз. Ал ересектерде пиязға немесе балға аллергия болса және асқазан ішек жолы аурулары болса, пияздан жасалған дәрілерді ішу ұсынылмайды. Пияздан жасалатын емдік құралдар тұмауды және жөтелді жылдам кетіруге көмектеседі. Алайда оны ішу мөлшерін дұрыс сақтау керек. Сонымен қатар оны балаға берерде дәрігермен ақылдасып алған жөн. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Пайдаланып көріңіздер, ем болсын, ауырмаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.